Форумды үйрендік. Біз есептеуіш жасайық. Оның ішіне жияс кіргізейік. Оған stylus, яғни CSS. Одан индекс HTML құрайық. HTML 5 title жазайық. Есептеуіш. Одан тағы не керек? Мынаның ішіне сайт CSS деп қояйық. Бұған әдетімізше padding мен marginді жоқ тастайық. Форманы шығарып тастайық. JS-тің ішіне сайт JS деп қояйық. Одан жерге есептеуішімізді жасаймыз. Мынау бір ерекше сүйкімді екен. Сақтап алайық. Осын жасайық біз. Мынаны емес, біз мынаны ашайық. Ішінде тікті жоқ. Жаңа жерге біреу плагин шығып алды. Өшіріп тастадым. Суретімізді әкелейік. Bir diye жасайық. Bunun klası container болсын. Осының ішінде жоқ. Calculator, яғни есептеуіш.
Осының ішінде мына есеп жазатын келтірейік. Бұл жерге бір input келтірейік. Input type number, яғни нөмір болсын. Мұнда келді. Одан астына шығындысына да input type number сосын бұны экран деп жазайық. Осының ішіне кіргізіп тастайық. Одан кейін астында tools деп жазылайық. Яғни мына қатысты құралдар 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 орын екен. Бұған контейнер алдында ұқсап жазайық. Жау кол біріншісіне C, екіншісі қосу алу дейді. Қосу алу. Үшіншісі төртіншісі бөлу. C деген өшіру. Мұнаның бізге керек жоқ екен. Бұның орнына дәрежелеу дей салайық. Мына ішінде дәрежелеу жоқ екен ғой. Одан кейін енді бір жау құрамыз. Бұның біріншісі 7, 8, 9 бөлу. Жоқ, көбейту. Одан тағы бір жау құрайық. 4, 5, 6 алу. Одан кейін тағы бір жау құрайық. 1, 2, 3 қосу. Одан ең соңғы жау 0 нүкте
теңдік белгі. Яғни бұл бір талғана. Кол 2 дей салайық. Осыны келтіріп шығайық енді. Барлық әзір бір қатар болып қалды. Алдымен calculator. Осыны келтірейік. Бұны CSS пен жасаймыз ғой. Calculator. Ұзындығы 400 пиксель болсын. Биіктігі автоматты болсын. Жазбай қояқ. Одан кейін ортаға теңшей салайық. Маржин менен аст үстіне 50 пиксель. Оң солы автоматты болсын. Жерге неге істемей тұр дегенде CSS жазбаппыз. Кіргіземіз. Stylistың ішіндегі сайт CSS қой. Мұнда келді. Одан кейін bodyға background беріп тастайық. Аны көрейін ғой. Body background image талдаймыз. Осының ішіне liner gradient үстіңгісі екі рең қылайық та, ана реңге ұқсатып талдайық. Мұна маңайдағы рең екен. Осы рең. Ал астыңғысы күлгіндеу рең. Негіз формасы ұқсаса болды. Бұлай болып қалды. Size 100%-да 100% деп тең жапыстайық. Қайталанбайтын қып тастайық. Бодиға биіктік берейік. 100% деп. 100. Бердік. Осылай болсын. Мынау біраз бұлай болып кетті. Ана реңмен ұқсамай қалды. Біз рең талдайтын тауып алайық. Мұнда тұр екен. Мына рең екен. Астыңғы реңін көрейік. Мынау біраз ұқсады. Содан кейін calculator'дың background color'ын теңшейік. Бұл аппақ екен. Аппақ және
Box shadow бар. Нөл 15 пиксель. Мына реңді беріп тастайық. Осы рең болу керек. Сол екен. Біраз үлкейтейік. 25 пиксель. Дұрыс болды. Енді 400 пиксель деген өте үлкен болып кетті. 300 қылайық. Және үстіне аралық қалдырайық. Padding аст үстінен міне біреу маңайдан асты қалай екен. Астынандай, астына қалдырмайық. Padding топ берейік. Жиырма пиксель беріп қояйық. Сосын экран тұра берсін. Алдымен астын түзеп алайық. Ұзындығы өздігінен 100%. Брау дегеннің Display Flex қылайық. Содан кейін Flex Flow Брау болсын. Және ол жол алмастыратын болсын. Одан кейін контейнердің ішіндегі раудың кол. 1, 2, 3, 4 кол бар емес пе? Бір раудың ішінде. Әр біреуінің прансеті 25% болсын. 4-ке бөлеміз. Ұзындығы 25%. Мұнда келді. Немесе бұны қатырып тастасақ та болады. 300-ді 4-ке бөліп, үйтпей қояйық. Енді ішіндегі стайл берейік. Қолға жазсақ біз бәрін. Осының ішіне div жазайық. Бұған класс берейік. Item деп қояйық атын. Бір өшіріп, мынаны көшіріп, ортасына кеп қояйық. Мұнда бәрі келді. Енді item дегенде өзгертесақ болды. Item дегеннің көлгі біраз padding берейік. Padding 10 пиксель. Енді дұрыс болды. Itemның биіктік ұзындығы анандай болады.
реңін өзгертейік. Реңі жаңағы мына рең болсын. Одан кейін фон сайзы 24 пиксель болсын. 24-тен үлкен екен. 32 пиксель болсын. Енді біраз ұқсады. Содан кейін crop дегенді алып тастайық. Айтымға border radius break 50% дөңгелек болсын. Және focus shadow break. Бұның focus shadow'ы қаралтқым екен. Мұнаған 50 деп беріп тастайық. 00 15 пиксель болсын. Мынандай болды. Енді мынаған justify content center line айтымыз center деп тастайық. Ал мынанда display flex қой. Мынаған беріп тастайық әуелі. Мында келтірдік. Бұтарға ұзындық, биіктік берейік. Ұзындығы мынау фонттан 2,5 шығады екен. 50 пиксель дейік. Биіктігі 50 пиксель дейік. Не келді. Біраз ұқсады. Мынаған да беріп тастайық. Ортадарына келді. Ал мына сыртын түзейік. Калькулятордың border радиусы 20 пиксель. Өтілген болып кетті. 15 пиксель. Бұл дәл екен. Қай жер ұқсамай тұр енді. Кол 2 деген ұқсамай қапты. Колды келтірдік. Кол 2 деген. Бұл 50 прансет. Бұнда келді. Кол 2-ның ішіне айтым жазылмай қалған ба? Жазылмай қапты. Теңдік белгі. Мұнда келді. Ал енді осы кол 2-ның ішіндегі айтымның ұзындығы мынаған ұқсамайтын болсын. Ұзындығы жаңа адарт келу болса, мынау düz, мынау 50, мынау 50 düz, ортадарында мынандай аралық бар. 120 пиксельді қояйық. Мында border радиус ұқсамайды. Border радиус анау 50 болса 25 пиксель.
Мында келді. Енді қай жер келмей тұр. Мынаның font weight, яғни жуандығы жіп-жіңішке екен. Енді үстіңгі жағын келтірейік. Мынаған біраз пәддинг берейік. Пәддинг топ бердік. Бұны жалпылама берейік. Үсті 20 пиксель. Оң жағы 5 пиксель. Асты 5 пиксель. Сол жағы 5 пиксель. Келді. Енді мына реңдері теңнің рең ұқсамайды. Яғни background'ы blue деген класс қосып шығайық. Теңге қосамыз. Қосуға алуға, көбейтуге, одан кейін мынаған қосамыз. Содан кейін мына жерге жазайық. Бұның background'ы color'ы мынау. Ал енді жазудың color'ы әппақ. Мында келді. Енді бұлардың барлығында box shadow бар. Бәрінде бар екен. Біздің реңіміз дұрыс болмай тұр екен. Оны біраз жоғарылатайық. Енді дұрыс болды. Енді үстін келтірейік. Үстінде не бар дегенде экран деген бар. Оның ішінде екі input бар. Input емес, мынаған div қоя салайық. Классы computing салайық та. Содан кейін біз көбейту 5 деп қоя отырық. Астына computed, яғни есептелген 25 деп қояйық. Келді. Енді оны мынаған өзгертеміз. Бұл мынадардың басында болатын. Экран деген ішінде. Бұның текст лайны оң жағында. Одан кейін padding берейік. Астынан 5 пиксель, оң солынан 15 пиксель. Одан кейін font size-ын үлкейтейік. Font size 24 пиксель. Реңін өзгертейік. Онда
реңіміз жазуын 28 қылайық, үлкен болсын. Ал енді экран деген ішіндегі есептелген мән дегенге стайл берейік. Бұнда текст лайн теңшейміз, оң жағына padding береміз. 15 пиксель деп бірақ беріп сайық. Font size анадан 2 кесеге таяу үлкен. Біз анан 28, 48 пиксель деп берейік. Рең береміз. Мына рең. Да. Негіз ұқсады. Енді біз есептеуішті бастап жасайық. Бетін келтіргенге жарым сағат кетіп қапты. Бет өстіп кеп тұрсын. Үстіне тағы да біраз padding беріп тастайыншы. Бұл да бүкілдей 15 пиксель болсын. Енді дұрыс болды. Ананың font size-ны әлі үлкейтейін. 64. Енді ұқсады. Енді қалғанын келер сағатта көрейік.